Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен итальяндық 12 қасық деп аталатын ерекше пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен 3 жұмыртқамызға 12 ас қасық қантты салып миксерлейтін боламыз. Бізде әппақ көпіршіктер пайда болуы қажет, шамамен 3-4 минут көлемінде. Бұл пирогтың ерекшелігі ешқандай таразыны қажет етпейді және де кез келген ханшайымның үйінен табылатын заттардан жасалатын болады. Пирогымыз өте дәмді және де жұмсақ болып шығады. Енді сүтті де дәл солай 12 ас қасық салып миксерлейтін боламыз. Келесі бізде сұйық майды да 12 ас қасық санап қосатын боламыз. Ең соңында 12 қасық ұн және де қобсытқыш қосатын боламыз. Барлығын бір келкі масса болғанша араластырамыз. Біздің массамыз дайын болды. Енді бұл тестамызды 180 градус пеште 30-35 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пеші әртүрлі. Қызарған кезде шпажканың көмегімен тексеріп көрсеңіздер болады. Барлық жері біркелкі орналасуы үшін формамызды осылай кішкене қозғап аламыз. Содан кейін пешке салатын боламыз. Біздің пирогымыз осындай болып пісіп шықты. Сіздерге қазір кесіп көрсететін боламын. Менде торттың кремінен крем қалған болатын. Сол креммен осы пирогтың бетін кішкене сәндегім келіп тұр. Сіздер ешқандай крем қолданбай-ақ осылай ұсынсаңыздар болады. Біздің пирогымыз өте дәмді болып шыққан. Видео ұнаса каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.